Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бұл видеода тауарларға жеңілдіктер бөлімімен қалай жұмыс істеу керек екендігін талдаймыз. Меню бойынша справочники блогына өтіп, скидки на товары бөлімін таңдаңыз. Экранда күндер бойынша сүзгісі бар ағымдағы сауда нүктесі үшін жасалған барлық жеңілдіктердің тізімі көрсетіледі. Экранның жоғарғы жағында іздеу жолағы орналасқан. Оның көмегімен тауардың аты бойынша қажетті жеңілдікті тез табуға болады. Оңай іздеу үшін сүзгіні күндер бойынша пайдалануға болады. Кезеңді таңдағаннан кейін жүйе көрсетілген диапазонға түсетін жеңілдіктерді ғана көрсетеді. Оң жақта жеңілдік күйі бойынша сүзгі орналасқан. Активная тек қазіргі уақытта қолданыстағы жеңілдіктерді көрсетеді. Ал все барлық жеңілдіктерді мәртебесіне қарамастан толық тізімін көрсетеді. Жаңа жеңілдікті қосу үшін добавить батырмасын басыңыз. Жеңілдік жасау терезесі ашылады. Алдымен жеңілдіктің атауын көрсетіңіз. Мысалы 10% жеңілдік. Ары қарай осы жеңілдік қолданатын тауардың тобын көрсетіңіз. Жеңілдікті бір тауарға да бүкіл тауарлар тобына да жасауға болады. Егер сіз тауарды таңдау жолын бос қалдырсаңыз, жеңілдік топтағы барлық тауарларға қолданылады. Мысалы, біз аяқ киім тобындағы бір тауарға жеңілдік жасаймыз. Акция тұрақты екенін көрсетуге болады. Бұл жағдайда науқанның басталу күні ғана көрсетіледі. Егер тұрақты болмаса, науқанның басталу күні және аяқталу күнін көрсетеміз. Жеңілдікті екі нұсқада орнатуға болады. Пайыздық жеңілдік және белгіленген сомаға жеңілдік. Акция атауына сәйкес, біз 10% жеңілдікті көрсетеміз. Төменде сауда нүктесін таңдаңыз. Әдепкі бойынша сіз жүйеде ағымдағы сәтте тұрған сауда нүктесі белгіленген. Қажет болса, басқа сауда нүктелерін де таңдауға болады. Барлық деректерді толтырғаннан кейін добавить батырмасын басыңыз. Сақтағаннан кейін жеңілдік жалпы тізімде пайда болды және берілген шарттарға сәйкес сатылымда қолданыла бастайды. Тауарларға жеңілдіктер бөлімінде әрбір тауар жеке жазба ретінде ұсынылады. Действие бағанындағы 3 нүктені басу арқылы келесі операциялар қолжетімді. Просмотр функциясы таңдалған жеңілдіктің картасын ашып, оның барлық параметрлерін көруге мүмкіндік береді. Копировать жазбаның көшірмесін жасайды. Егер сізге ұқсас науқанды минималды өзгерістермен тез рәсімдеу қажет болса, ыңғайлы. Жеңілдікті өзгерту үшін изменить батырмасын таңдап өзгерістерді енгізесіз. Ал жеңілдікті өшіру үшін удалить батырмасын басып, әрекетті растайсыз. Жүйеде науқанды сәтті тіркегеннен кейін жеңілдікпен сатылатын тауарларды сатуға кірісуге болады. Жүйе автоматты түрде тауарларға жеңілдік қолданады. Бұл сату процесін ыңғайлы етеді және маркетингтік акцияларды тиімді өткізуге көмектеседі. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз, немесе кез келген уақытта 8-702-778-99-11 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.